Сәлеметсіздер ме? Мен аты-жөнім Сәтбаева Әйгерім Бақытжанқызы, зейнетақы бойынша консультациялар беремін. Осы видеода мен ынтымақты зейнетақы туралы толығырақ айтып беремін. Яғни ынтымақты зейнетақы қалай есептелінеді, қандай еңбек өтілі кіреді, қай уақыттағы табыстар көрсету қажет, толығырақ түсіндіріп беремін. Бізде Қазақстанда зейнетақының 3 түрі бар: ынтымақты, базалық және бірыңғай зейнетақы жинақтаушы қорынан берілетін зейнетақы болып бөлінеді. Ынтымақты және базалық зейнетақы бұл республикалық бюджеттен беріледі және өмірінің соңына шейін төленетін зейнетақы болып табылады. Ынтымақты зейнетақыны санауға қажетті құжаттар әйелдер үшін және ерлер үшін еңбек кітапшасы болып табылады. Еңбек кітапшасында сіздің аты жөніңіз, тегіңіз ешбір қатесіз жазылу қажет. Егер де бір әріптен қате кеткен жағдайда сіздер жергілікті мекеннен соңынан архивтен анықтама аласыз, яғни сіздің құжатыңыз екенін растайтын. Келесі құжат диплом немесе аттестат болып табылады. Бұл жерде сіздің жоғарғы оқуға дайындалған дипломыңыз болсын, техникалық мамандығыңыз болсын, жоғары білім туралы диплом болсын, барлығы жарай береді. Бұл жақта да сіздің аты жөніңіз, тегіңіз ешбір қатесіз жазылу керек. Сонымен қатар түскен және аяқталған жылдары жазылу қажет. Егер де ол жазылмаған жағдайда архивтен анықтама алу қажет. Үшінші құжат ол балалардың туу туралы куәлігі болып табылады. Осы құжатта анасының аты жөні, тегі ешбір қатесіз жазылу керек. Сол кезде ғана сіздің еңбек өтіліңізге кіреді. Яғни әр туған бала 3 жыл еңбек өтілін береді. Егер де сіз ол кезде жұмыс істемеген болсаңыз, осы еңбек туу туралы куәлігіңіз сізге еңбек өтілін беріп отырады. Төртінші құжат ол тегі ауысқан туралы растайтын құжат, яғни неке қию туралы құжат жарайды. Егер де әйел тұрмысқа құрған жағдайда осыны көрсетуге болады. Ал ерлер үшін еңбек кітапшасы, диплом немесе аттестат және әскери билет болып табылады. Осыда да бүкіл аты жөні, тегі ешбір қатесіз жазылу қажет. Еңбек кітапшасы мынадай болады және бұл жақта аты жөні, тегі қатесіз жазылу қажет. Сонымен қатар бізде ынтымақты зейнетақыны санау үшін 1998 жылдың 1 қаңтарынан бастап выписка алынады, яғни анықтама алынады ЕГОВтан. Бұл жақта сіздің толық еңбек өтілін саналады. Бұл базалық зейнетақыны санау үшін қажет. Сонымен қатар сіздің кез келген табысыңыз жақсы болған 3 жылды алып, сол сандарды санату үшін, сіздің зейнетақыңыздың мөлшерін санау үшін қажет болатын құжат болып табылады. Бұны ЕГОВ сайтынан алуға болады, тапсырыс беріп. Келесі құжат бұл әскери билет болып табылады. Яғни бұл әскери билеттің бірінші беті, сонымен қатар екінші, үшінші беті және төртінші бетіндегі анықтамалар қажет. Бұл жақта сіздің түскеніңіз туралы және службаны аяқтағаныңыз туралы анықтамалар тұрады, сонымен қатар даталар тұрады, сол үшін қажет болады еңбек өтілін санау үшін. Енді солидарный пенсия, яғни ынтымақты зейнетақы неден тұратын толығырақ айтам. Сіздің нақты еңбек өтіліңіз айлармен есептелінеді, оны біз пайызға айналдырамыз да. Ол үшін әйелдер үшін 240 ай, яғни 20 жыл болып есептелінеді, ал ерлер үшін 300 ай, яғни 25 жыл болып есептеледі. Осы сіздің еңбек өтіліңіз бөлінеді 240-қа әйелдер үшін, ал ерлер үшін 300-ге бөлінеді. Сондағы шыққан айды біз 60%-ға көбейтеміз. Сонда сіздің процентпен нақты еңбек өтіліңіз шығады. Енді ынтымақты зейнетақы дегеніміз, яғни солидарный пенсия. Жаңағы мен сізге айтқан 98-ден кейінгі сіздің кез келген 3 жыл 36 айын, яғни 3 жылыңыз, соған біз жаңа нақты еңбек өтілін көбейтеміз. Сонда сіздің ынтымақты зейнетақыңыздың суммасы шығады. 36 айлық табыс дегеніміз кез келген қатарынан тұрған 3 жыл, яғни 36 айлық табысты 36-ға бөлем, сонда сіздің орташа табысын шығады. Бұл анықтаманы алу үшін біз ЕГОВтан аламыз және осы анықтама сізге зейнетке шыққан кезде өткізетін құжаттардың бірі болып табылады. Ал және сол анықтаманы алу үшін біз ЕГОВтан аламыз. Сізге ссылкасын тастап кетем астына.
зейнетақыңызды санатқыңыз келсе, консультацияға жазылыңыз. Консультация құны 7000 теңге. WhatsApp-қа жазсаңыз болады. Және Instagram-да бар WhatsApp номері. Сау болыңыздар.